Астананың іргесінде орналасқан ұлттық пантеонды білесіз ғой? Қазақстанның дамуына, еліміздің ғылымы мен мәдениетіне елеулі үлес қосқан көрнекті қайраткерлерді жерлейтін орын. Жақында жемқорлық үшін сотталған экс-мәдениет министрі Арыстанбек Мұхамедиұлының бастамасымен ашылған болатын. Міне, сол жақта адам жерлейтін орын таусылып барады екен. Пантеонның өзі 25 орынға шақталған, қазір соның 4-еуі ғана бос тұр. Мәслихат депутаттары, құдай сақтасын, аяқ асты тау тұлға қайтыс болса, орын таппай тыпыршып қаламыз дейді. 4-ақ орын қалды келейік. Ерте қысты күні бір қоғамдық бір мемлекеттік қайраткер өліп қалатса, құдай салмасын, бәріміз қырыламыз, мен орын таппай өтеді. Это нәрсе үшін. Жоқ, енді оны бір алла біледі ғой. Жоқ, шын өзі, білесіздер ғой, боранның дөні. Дайындап қою керек, дайын болу керек бар. Жалпы пантеонды күтіп баптауға 40 миллион теңге, ал аумақты абаттандыруға 70 миллион теңге бөлінген екен. Мәслихат депутаттары тамызда тағы бір жиналып, пантеон аумағын кеңейту мәселесін қарастырады. Бұдан бөлек Астанадағы зираттарды аралап көрген едік. Біз қазір Астанадағы зираттардың бірінде тұрмыз. Өздеріңіз байқағандай, мазарлардың арасынан аяқ алып жүру мүмкін емес. Тіпті марқұмдардың жақындары келіп, отырып құран бағыштайтын орындыққа да орын жоқ. Қайтыс болған адамдардың дені ретсіз жерленген. Астанадағы зираттарға мынадай биік тас тұрғызуға тыйым салынбақ. Қалалық дін істері жөніндегі басқарма елордадағы зираттардың биіктігі 1 метрден аспау керек деген ұсыныс айтып жатыр. Жауаптылардың сөзінше, осылайша қаладағы зираттардың келбетін біркелкі ету көзделіп отыр екен. Яғни бұдан былай адам бойымен бірдей немесе одан да биік құлпытастар болмайды деген сөз. Сіздің ойыңызша мұндай өзгерістер керек пе?